Сәлем достар, мен осы қазақ әліпбиін таныстыратын бір бейне ролик жасағым келді. Оған маған сондай көмкерілген, мысалға А әрпіне аю, әтеш, бұғы деп кете беретін сондай бір суреттері бар. Сөйтіп кішкене былай көмкерілген сондай әліпби іздей бастадым ғаламторда. Бірақ өзім керек талаптарыма сай одай әліпби тапқан жоқпын. Сондықтан мынау ChatGPT деген сайтқа кіріп, жасанды интеллекттен сондай жасатып алмақшы болдым. Әрине, ChatGPT жаңадан келіп атқан жаңаға жасанды интеллект сайтының бірі. Оның алдында бірер сондай бір сұрақтар қойып, бір-екі сондай сурет салып бер деген өтініштерім болды. Енді соған сай әліпби жасап бердіп, өзімнің талаптарымды қойып жасаттым. Енді алынған өнім мынандай болды. Жаңағы жасап берген еңбегі жасанды интеллектінің. Әрине, мынау енді бұлай көркем сияқты болып көрінгенмен, әлде болса да шикі зат екені көрініп тұр. Немесе бұл маған осындай бағыт ұстап, өзің аржан жасап алған деген сияқты ма, жоқ әлде сол ғой енді негізінен. Немесе мен талаптарым саяз болды ма. Бірақ енді әжептәуір мен жаздым ішіне жаңағы осындай әріптерге сәйкес келетін А деген ат, В деген вагон деп жаңағы сөйтіп не бердім өзімнің талаптарымды. Бірақ енді шығарған өнімі енді осындай жасанды интеллектінің. Әрине, бұл жасанды интеллектінің болашағы бар деп ойлаймын. Өйткені әп-сәтте жасап берді деп айтуға болады. Өйткені бір бар болған бір 10 секундтың ішінде мынаның суретін салып берді. Ал енді уақыт жағына келген кезде әрине адам одан көбірек кетіреді. Мысалға мен қазір тағы өзімнің 3 сағат жұмсап, осы Microsoft-тың Word бағдарламасында осындай бір кесте жасап, кестенің ішіне әріптерім салдым. Бірақ бұл менікі шикі, бүйтіп қарап отырсаң, өйткені мынау әріптерім енді кішкене әріптерім бояу керек, неше түрлі түс беріп деген сияқты. Содан кейін мынау былай. Ал былайша енді қолдануға болады негізінен. Бірақ жаңағы ChatGPT жасанды интеллектіне қарағанда енді мен уақытым енді біраз кетті. Содан кейін енді қайсы жақсы, қайсы жаман, қайсысы енді жаман дейтін жаман нәрсе көрсетіп жатқан жоқпыз. Бірақ қайсысы кішкене мынандай осалдау деген сияқты сондай негізінен пікір қалдыруларыңа болады. Мен өздеріңе бердім мен сол өз салыстыруға. Осы айтайын дегеніміз бүгін.